А әрпінен басталатын топ 10 қала. Біз барлығымыз қазақ тілінде А әрпінен басталатын сөздер өте сирек екенін білеміз. Ал географияда ондай атаулар көп екен. Сонымен 10-шы орын Арбан. Бұл Ресейдегі шағын ауыл Иркутск пен Красноярсктің ортасында орналасқан. Онда 228 адам тұрады. Ал ол жерге апаратын тас жолдар жоқ, бірақ өзінің шағын аэродромы бар. 9-шы орын Айзу. Бұл Эстониядағы көл мен елді мекен. Өзінің осындай тарихи ғимараты бар. 8-ші орын Антор-Сура Бузеулуй. Бұл сиқырлы сөз емес, Румыниядағы шағын қала. Ол Бузе өзенінің иенінде орналасқан. Атауы да соны білдіреді. 7-ші орын Андасолосе. Географияны кеңейтейік. Бұл қала Эфиопияда орналасқан. Оның үстіне ол көне әрі едәуір үлкен қала. 6-шы орын Ып. Бұл Ресейдің Коми республикасындағы ауыл атауы. Қызығы, бұрын бұл жерде фин-угор мәдениетіне арналған Ыбыца фестивалі өткізілген. 5-ші орын Атық Кюэль. Бұл Якутияда орналасқан аудан орталығы. Якут тілінен аударғанда қасиетті көл деген мағынаны білдіреді. 4-ші орын Агдыр. Бұл Арменияның қаласы болған. Кейін Түркия Армениямен соғыстан кейін бұл қаланы өздеріне қосып алған. Бүгінде бұл Арарат тауының маңында орналасқан 100 мың халқы бар түркі қаласы. 3-ші орынды Анджоубу мен Иван бөліседі. Иванға еш қатысы жоқ. Бұл оңтүстік Корея астанасы Сеулдің маңындағы екі қала. Онда 100 мың және 400 мың тұрғыны бар. Әрі олар арқылы Сеул метросының сол аттас станциялары бар тармақ өтеді. 2-ші орын Спарта. Түркияда орналасқан. Ол көне Спартамен байланысты емес. Анталия маңында орналасқан және онда 400 мыңнан жоғары адам тұрады. А әрпінен басталатын әлемдегі ең үлкен қала. Ал 1-ші орында ынтымақ. Белгілі болғандай, Қазақстанда дәл осы атаумен аталатын 10-ға жуық ауылдар мен елді мекендер бар.